Жолдастар, қазір бастаймыз. Алдымен әркім өзінің тесті орнына тұрсын. Ал сіз 5-ші қатардағы демалушы, сөзді доғарыңыз. Кедергі жасамаңыз. Енді маған қарап, көрсеткен әр қимылымды мұқият қайталаңыздар. Бір кісідей. Ал, 1, 2, 3, көр. Біздің сүйікті дәрігер. Көңілдірек, бәріміз бірге қанеке. 1, 2, 3, 4. Отыскать я смог золотой цветок с этим именем прекрасным Бибигуль, Бибигуль. Обойти сады, все сорви цветы, но искать напрасно будешь, лучше Бибигуль. Рахмет. Енді су мен емделу шарасына көшеміз. Осылай, тек қиын емес. Қанеке? Денсаулыққа пайдалы жаттығуға ешкім қызықпай ма? Қандай пайдасы бар? Секіріп суға батып кетсем, бала шағамды кім асырайды? Әуелі байқап көріңізші. Бұл циркке мені қатыстырмаңыз, сұраймын. Мендей нәзік әйелге мүлде болмайды. Достар, армысыздар достар. Мұның еш қиындығы жоқ. Ең бастысы тән саулығына тәуір әсер етеді. Кешіріңіз, ханымдар ғафу етіңіздер. Бұл кім өзі? Осы біздің санаторийдің бас дәрігері ғой. Ол Мәскеуде сөзсіз демес пе еді? Өзі бір ай болмаса да санаторийде тәртіп бұзылған жоқ. Қазір. Шынымен секіре ме? Сүйегі шашылып қалмас еді. Мәне, көрдіңіздер ме? Қорқатын ештеңе жоқ. Ал менің жасым сіздерден аздап үлкендеу. Сізді 1 минутқа бола ма? 1 минутқа болса, әрине. Шомыла беріңіздер, мен сіза. Ой, бұл сізсіз қырлық баламыз ғой. Тез келесіз бе? Қазір келем. Иә. Құлағым сізде? Демалушыларға дұрыс үлгі көрсетпей жүрген сияқтысыз. Дұрыс емес деймісіз? Иә, қарған. Жасы келген кісілерге шамадан салмақ жүктейді екенсіз. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Мен енді бұлай айтқанда... Мені қолдап беделімді көтергеніңізге алғыс білдірем әрине. Бірақ сіздің кеңесіңізді тыңдайтын, кешіріңіз. Мен кішкентай қыз емеспін. Арнайы білімім бар. Тоқтаңызшы. Иә. Көріп тұрсыз ғой, мен де жас бала емеспін. Сізге қарағанда едәуір егде жастамын. 60-тамын. Анатолий Николаевич, сәлеметсіз бе, дәрігер? Сәлеметсіз бе? Сәлемет бе? Қалай жеттіңіз? Жақсы. Жедел хат жіберіп немесе телефон соқсаңыз, өзім қарсылатын едім. Bir түрісіз ғой. Суға түстім. Солай ма? Танысып үлгердіңіздер ме? Иә. Біздің бейбегүліміз сізге ұнады ма? Қатты ұнады. Келгеніне көп уақыт болған жоқ, бірақ бәріміздің көңілімізден шықты. Иә, пысық қыз екен. Сізге көп хабарлама бар. Хаттар, жедел хаттар. Жедел хат? Иә, бірақ сіз алаңдамаңыз. Аса бір маңызды Оны қайдан ештеңе білесіз? жоқ. Оқып шықтым. Рахмет. Дәрігер, сізді көргенімізге қуаныштым. Рахмет. Әсіресе мына бір жедел хат көңілімді аса толқытты. Халық әртісі Баймұхановтан. Рахмет, қымбатты дәрігер. Нүкте, сіз жоғалған даусымды қайтарып бердіңіз. Енді барлық әндерімді сізге арнаймын. Баймұханов. Дәлме-дәл. Ал мынау Ленинградтан келген хат. Ленинградтан?
Иә, гәт қайда жатыр. Алпыстың асқарына бүгін шығып мынау. Тек сен, Василий Васильевич, босқа дәмеленесің. Қонақтар болмайды. Қызым келіп қалар деп күтіп едім. Тағы да сәті түспегенге ұқсайды. Әлде зейнетке шықсақ бекен. Дүкен кезіп немере жетектеп жүрсек. Үндемейсің, ә? Алғи өстіп жауаптан жалтарасың сен. Ох, кешіріңіз, Василий Васильевич. Сізбен мылжыңдасып отырғанда шаруам қалып барады екен. Саламатсыз, Анатолий Николаевич. Жоқ, достым. Күйсандыққа отыруға әлі ерте. Неге дәрігер? Қайтсем де Рахманиновты орындауым керек қой. Асықпаңыз. Ол мәңгі өлмейтін композитор. Бір апта кеш ойнасаңыз да Рахманиновтың рухы риза болатын шығар. Солюкс, массаж, және төзім. Түсіндіңіз бе? Иә. Абайла, Суатжан, абайла. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Қалыңыз қалай? Қане тамағыңызды көрелік. Иә, деніңіз сапсау, бәрі дұрыс. Қамырудың жұрнағы да жоқ. Қане, әуде жіберіңізші. О, не дегеніңіз дәрігер? Айтыңыз. Медицина рұқсат береді. Қалай екен әлгі? Иә, әлгі. Білмеймін. Но из меня имрация. Енді сіз шырқаңыз. Қалай айт? Демек рұқсат қой. Әрине, мұнан алып тастаңыз. Из меня имрация. Ғажап. Рахмет, дәрігер, рахмет. Бабыңды екенсің, Суатжан. Түк істелмеген қалай? Алла, ат қорашы. Ешбір тұлпардың түсіне де кірмеген тамаша ат қора салынды ғой. Иә, дәрігер, қыруар жұмыс атқарылды. Отын дайын, бау-бақшаның айналасы тегіс тікенексіммен қошалды. Жөндеу де толығымен бітті деуге болады. Сәлеметсіз бе? Ал рентген? Жақында оны да бітірерміз. Жақының қашан? Әзірге маған қарасын. Жұрттың ішіндегісін бұлай да көрем. Қалжыңды қойыңыз, Спиридон Степанович. Бір нәрсені түсінбеймін. Бақты неге тікенексіммен қоршадыңыз? Мен болсам ыңғайлы жол салып қояр едім. Демалушылар үшін. Шегірткеде қаптап бәрін жалмап жеп кетпей. Кесе жұғымды болсын. Мұныңыз артық, тегін дәрумен десең. Бақты ашыңыз. Білемін, сіз шаруашылыққа епті, қайратты адамсыз. Көп жұмыс атқардыңыз. Сонда да бәрі мен ойлағанда емес. Ой, дәрігер, сізбен істес болу қандай қиын еді. Иә, қиын, өйткені жақсы демалыс үшін барлық жағдайды жасауға тиіспіз. Түсініңіз көршінім. Адам жүрегіне қуаныш сыйлаудың маңызы оны дертінен айықтырғанмен тепе-тең. Бұдан өзге не керек? Әш, же, қыдыр, саф ауа, сұлу табиғат. Шынына келсек, бұлар жеңіл жұмыстан көрі нашар демалысты артық көреді ғой. Спиридон Степанович. Аңғайсыз болды өтіпті. Ятай, 60-тағы адамды ренжітуге қалай дәтім бар десеңші. Жоға, жас әлде қайда кіші болса керек. Анықтау қиын емес. Құдайым-ау, Сізге не болды? жай 60 емес, 60-қа бүгін толыпты. Деген-ай, осындай әулие кісінің мерейтойын ереусіз қалдырып. Ксения Павловна, бірдеңе ойластырып атап өтейік. Әрине. Айтпақшы, мұның жөн-жосығын жақсы білетін бір адам бар. Кім ол? Әрине, Мұрат. Барып шақырып келіңіз. Жоқ, өзіңіз шақырыңыз. Мұрат Асанович, Я, Ксения Павловна. сізді бір минутқа бола ма? Қазір мені бітіріп қалдым. Араларыңызда не барын түсінбей жүрмін. Меніңше ол сізге құлай ғашық болып қалған секілді. Қойыңызшы. Маған сеніңіз, бұл жағынан біраз тәжірибем бар ғой. Ол арып алып ес ауып қалғандай. Сізден көзін алған. Жоқ, ол жай менің портретімді салып Жай жатыр. ғана салып жатыр ма? Немен? Немен болушы еді? Майлы бояумен. Бояумен? Қайдағы бояу? Жүрекпен. Еркектерді адеп аузын ашқаннан түсіне қоям. Менің бірінші күйеуім Александр. Ғафу өтінем. Бірінші күйеуім Николай болған. Александр екіншім. Иә, ол мені әбден азапқа салды ғой. Айтатыны теңдік, эмансипация. Ал өзі? Сіз маған мұны айтқансыз, Ксения Павловна. Солай ма?
Мүмкін. Тағы не айтасыз? Мүмкін бұл жерде де бірдеңе келіспей тұрға шығар, а? Қауыз. Жағажай. Мұнара. Трамплиніңіз мынау көріп тұрсыз. Ал, Бұл трамплин адамды көтере ме? адам дейді. Атты көтереді. Қараңыз, міне. Директор суға кетті. Құрметті Спиридон Степанович, жарақат алып қалған жоқсыз ба? Жаурадыңыз ба? Бар шәрі. Бір адам суға құлапты. Оның несі күлкілі? Ал сіз атты да көтереді деп едіңіз. Соны айтқанда айызыңыз ғана ма? Біле білсеңіз, ат адамның сылап сипағанын сіздің демалушыларыңыздан кем түсінбейді. Мен жылқы заводына директор болғанда. Олардың саны 30 мың ет, оқтың ба жоқ па? 300 адам емес сіздік сияқты, 30 мың ат. Ештеңе жоқ дөңгелетіп әкеттім. Ешкім шағымданған емес. Қабырға газетіне де шыққан жоқпын. Айтқаныңызға сенемін. Адамдарға қайтсең де жақпайтының рас. Иә, сіз соның бірісіз. Қайтемін енді осындаймын. Мен де. Қандай болсам сондаймын. Ұнамаса, басқа директор іздеңіз. Мен де. Оқтың ба жоқ па? Әй, әфендім ай. Әулие адам. Құдай білет әулие. Я, сондай адам бүгін жалғыз қалды. Отбасы жоқ. Әйелдің аялы алақаны жоқ. Иә, бірдеңе ойластыру керек. Ал мен білем. Нені? Нені? Содай. Алту туралы куәлікпен сәйкес келе ме? Әрине. Иә, өмір баяны шыңды пыстырады. Бір мекемеде 10 жыл істепті. Әрине ол аса сүйкімді адам емес. Әйтсе де, сілтесек, аямай сілтейік. Қайтып? Көңілін аулап. Яғни алғыс жариялаған бұйрық және сыйақы. Дұрыс па? Орамал том болмайды, жол болады. Спиридон Степанович, меніңше басқаша жасау керек. Ереже солай. Жалақы, сыйақы. Спиридон Степанович, біздің дәрігеріміз адам жүрегін қуанышқа бөлеудің маңызы, оны дертінен айықтырғанмен тепе-тең дейді. Бір айлық сыйақы. Немене, қуантарлық ақша емес пе? Қатып қалған ресмилік неге керек, а? Сонда не? Қаншама әртіс, музыкант, жазушы, осы кісіден емделіп жазылды. Сол адамдардың бәрі дәрігерді құттықтап келсе, қандай керемет болар еді, ойлаңызшы. Мен концерт ұйымдастырды ұсынам. Концерт? Оған ақша қайда? Ақша не керек? Енді анау әртістерге. Олар ма? Олар тегін қойып береді. Тегін? Иә, Күлкімді келтірмеңіз. Тегін демалуды, тегін емделуді жақсы көреді. Ал тегінен солмайды. Оқтың ба жоқ па? О, міне дәрігердің өзі де келді. Әртістерді әбден зерттеген кісі болды. Дәрігер, келіңіз, мұнда отырыңыз. Рахмет. Айтыңызшы, әртістер тегін концерт қойып көрді ме осы? Тегіні қалай? Тиын тебенсіз. Ол енді жағдайға байланысты ғой. Кәдімгі жағдай делік. Мәселенки бүгін. Жалпы олар концерт ұйымдастырмақшы. Қандай себеппен? Себеп бар, жайдан жай емес. Менің айтып отырғаным әртістерге не керек? Ең бастысы қаржылай ынталандыру. Қолма-қол немесе аудару арқылы. Ең дұрысы қолма-қол ақша. Олай демеңіз, әртістер өте елгезек халық. 30 сомға ма? 30 сом берсе мен де елгезекпін. Ұялсаңыз қайтеді. Мен сізге жүздеген мысал келтіре аламын. Өз көзіңізбен көрерсіз әлі. Келе ме, әлде келмей ме? Қайда? Сонда сіз... Су! Кетті ме? Кетті. рахмет, Ксения Павловна. Нағыз әртіс екенсіз. Құтқардыңыз, дәл уақытында. Қалай ойыңызға келді? Дәрігер үшін ештеңеден аянып қалмас едім ғой. Ал егер әртістер шынымен ақ келмей қалса, қайтеміз? Оған еш қам жемеңіз, бейбігүл. Бұл жағын өзім қатырамын. Сіз қаласаңыз, аспандағы айды да беремін ғой. Айды бәрі де әпере алады. Сіз одан да көлік тауып әкеліңіз. Жарай ма?
Мұрат, көлікті қайдан таптыңыз? Ғайыптан. Рахмет, Терентий Иваныч. Сонша құштарлықпен өптіңіз ғой. Бұл адам бізге көмегін тигізді. Мен де көмектесіп жүрмін. Сіздің жөніңіз бөлек. Түсінікті. Сізге мұртты жігіттер ұнайды екен ғой. Техника саласындағы. Жалпы мен еркек атаулыны мүлде жаратпаймын. Сіз оны айтыңызшы. Анау есек не істей? Неге есекке мініп келдіңіз? Ксения Павловнаның тапқаны ғой. Қазір. Бар енді. Өтінемін. Тыңдамайды. Қане. Мұрат, есекте қыңыр адам секілді. Басын кейін қарай бұрш, сонда қайтер екен. Дайындал. Жөнел. Ксения Павловнаға сәлем айта бар. Рахмет, Мұрат. Тілін таптыңыз. Есектің тілін табамын әйтеуір. Демек сізге еркектер мүлде ұнамайды О не ғой? дегеніңіз қайсы бірін айт? Қайсысы? Қайсысы? Көңілді. Ақ құба, ұзын бойлы. Түсінікті. Және қызғаншақ болмаса. Адамды еш негізсіз қызғанудың керегі не? Ал негіз табылған кезде бәрі кеш болады. Жүрелік, Терентий Иваныч. Я айтпақшы, артистердің тізімін жасайық. Әлгі бір артисті шақырғым керек. Фамилиясы кім еді? Диетада жүретін. Сізді пинг-понгтан оңай етуші еді ғой? Есіңізде ме, кәрі скрипкашы? Есімде. Сосын міндетті түрде Тәкен Қадыровты шақырайық. Өзі жас, сымбатты, еңбек сіңірген артист. Фигранда, фигрымында. Фигра. Меніңше қажеті бола қоймас. Неге? Өзіңіз жас дедіңіз ғой. Демек тәжірибесі аз. Одан да салиқалы халық әртісі дұрыс қой. Иә. Неге олай дейсіз? Әнді тамаша айтады. Иә, ол жоқ қой. Қалайша? Кетіп қалған. Қай жаққа? Италияға. Ұзақ уақытқа ма? 2 айға. Өкінішті, маған сондай ұнайтын. Ұнайды дейді. Қызметтес болу сізбенен неткен бақыт, мүмкін емес, жеткізу сөзбен айтып. Не раз шептал мой милый мне о любви, и я с трудом гасила пламя в крови. Сердце, успокойся, ах, сердце, не стучи, скрой поглубже чувства, замолчи, скрой поглубже чувства, замолчи. Все наши встречи были днями чудес. Я так его любила, но он исчез. Сердце, успокойся, ах, сердце, не стучи, скрой поглубже чувства, замолчи. Милый снова придет, то страсть уже остыла, а в сердце лед. Сердце, успокойся, ах, сердце, не стучи, скрой поглубже чувства, замолчи, скрой поглубже чувства, замолчи. Сайтан алғыр. Көзің тайса бітті өстіп ыбырсып кетеді. Директордың кабинетіндегі базан алыпты. Мына жерде тұрған оның кімге зияны тиді екен? Ұқтың ба, жоқ па? Сыпырып жатырсың ғой, ә? Аяқтап қалдым, Спиридон Степанович. Қабырға газетіне мысал жазасыз. Тағы бір Михалков. Түсіну керек қой. Үй сыпырушы үйдің әңгімесін сыртқа шығармауы керек. Мен шығармасам кім шығарады? Қой шей. Жарайды. Керек жоқ болса мейлі. Маған бәрібір. Тағы не боп қалды? Ананы алып кет. Бәрібір. Жазуым керек.
Бере тұрыңыз. Ксения Павловна, маған шаштар ажы беріңізші. Өзіңіз барғаныңыз қолайлы ғой. Қайтерсіз, мен қолайлы жағдай іздемеймін, жұрт құсап. Бәрі бей-берекет. Елжіреп от жүрегім жолдаймын, хат тілеймін ұзақ ғұмыр баянды бақ. Істес болу сізбенен неткен бақыт, мүмкін емес жеткізу сөзбен айтып. Сізді сүйетін кіс. Кіс несі? Бұл не қылған кіс? Үш! Кім сонда? Пәлі! Мұнау! Ксения Павловнаның қолы ғой. Кім ойлаған? Сәлеметсің бе, Сидоренко? Сәлем. Доктор Лавровты танисың ба? Танымайшы. Былтыр мен де дем алдым. Еселеп ашып ем алдым. Көмегің керек. Мына кісілер бір игі шаруаны қолға алған екен. Көлікті алып бересің бе? Жақсы. Кешіріңіздер, жолдастар. Қалаға жеткізіп салар ем. Филькінді білесіздер ғой. Оқтың ба, жоқ ба? Иә, солай. Рахмет, Терентьев Иванович. Жолдарың болсын. Саулық тілеймін, Бадыров жолдас. Кешіріңіз, мархабат. Мұрат, Тәкен, кездескен жерімізді қара. танысып қойыңыздар. Біз таныспыз. Сізді Италияда жүрді бет біреу. 2 айдан кейін кетемін. Демек, онша қателеспеген екен. Қалаға барасыз ба? Қалаға? Бізді ала кетесіз бе? Әлбетте, қуаныштымын өтінемін. Рахмет. Бибігүл. Мұрат, отыр. Сахнаға шығасыз ба? Міндет түрде. Дәрігер қатты қуанатын болды. Ал сіз ше? Қуанышында шек жоқ. Әніңізді пластинкадан емес? Жан дауыспен бе? Әзірмін. Солнце в синеве, в серебряной листве нежно улыбнулась мне. Ветер озорной летит, спешит за мной, как наездник на коне. Надо мной небо синее, облака лебединые, и плывут, и зовут в дальний путь за собой через все расстояния, через все ожидания я пройду и найду путь к тебе одной. Где тебя искать и как тебя узнать, что прочту в твоих глазах? Кто расскажет мне и в дальней стороне, или рядом в 2 шагах надо мной небо синее, облака лебединые, и плывут, и зовут в дальний путь за собой через все расстояния, через все ожидания
Через все ожидания я пройду и найду путь к тебе. Ғажап, бұл қандай ән? Жаңа ән. Біздің сүйікті дәрігер кинофильмінен. Сонда бір ғашық жанның айтқаны. Керемет, концертті осы әнмен бастаймыз. Бұл бағдарламаның мық шегесі болады. Не болды? Бағдарламаның мық шегесі. Есекті бекер жібердік. Тыныш. Қанеке жылдан тезірек түрімді тәртіпке келтір. Омаров жолдастың қабылдауына бара жатырмын. Оқың ба жоқ па? Қазір, міне. Спиридон Степанович, сізге айтатын іскерлік шаруам бар еді. Оны қоя тұр, қабылдауыма келсеңші. Келдім. Біресе жиналыс, біресе кетіп қаласыз. Түсінесіз бе? Менің бұл ұсынысым өнер тапқыштық. Есептеп көрдім. Күн сайын бір келігі жуық шаш алады екенмін. Басымды даңғылдың ал. Ұсынысым мынадай. Соны қазір айтасың ба? Кейін келсең болады ғой. Ол рас. Спиридон Степанович, сізді телефонға. Алдымда халық отыр, бос емеспін. Әйеліңіз шақырып жатыр. Алдымда халық отыр. Жа, сөйле өнер тапқышым. Менің негізінде айтайын дегенім, Қысқартып айт. айтайын. Қырқылған шашта жүннің бір түрі қойы. Қысқарт. Мейліңіз. Сондықтан шашты орнымен пайдаланудың жолы Қысқарт. қысқарт. Бұдан әрі қысқарту мүмкін емес. Не істегенің бол? Сонша шұлтитып. Өз қалауыңыз осы ғой. Қысқарт, қысқарт дедіңіз. Мен сосын... Құдайыма. Мен сені сотқа берем. Мен сені қаматамын. Сен кімді қырқтың? Директорды ма? Әлде қарагөл қойды ма? Маған терісті келбет керек. Бұныңыз не? Оқтың ба жоқ па? Не істедің? Не болды менде? 15 тәулікке отырасың. Мен бұзақылығың үшін. Өзіңіз? Әдейі зиян келтіргенің үшін. Кешіріңіз, Ксения Павловна. Ұсқыным келсін кіремей тұр. Осындай күні. Осындай күні. Зиян кес. Үйесі бар мекен? Әкем ау кімді көріп тұрмын. Бәрекелді жан позым, келгенің қандай жақсы болды. Амансың ба қымбатты серке. Төсектен неге тұрып кеткенсің? Мен аяқ астынан Кел салып отыр. кеттім. Жоқ, әуелі сен отыр. Қымбатты досым, бүгінгі айтулы күнде өзіңді шын жүректен және ыстығы ықыласпен құттықтауға рұқсат ет. Серке, қатты толқыттың, көзіме жасы үйірілді. Шешеннің сөзін бөлме. Өтінішімді жерге тастамай, кішкентай, сөйтсе де әр үйге қажет сыйлығымды қабыл ал. Не болды екен? Қарайық, ақылыңнан алдаспансың ба? Мынау кірпі ғой. Қор кірпі емес, орғашы кірпі. Бір апта жүріп әрең ұстадым. Не үшін? Соны да білмеймісің. Біріншіден тышқан аулайды. Қонақ келгенде отыр дейсің. Ал астында кірпі жатады. Күлкілі ме? Сенен бәрі шығады. Ресми бөлім аяқталды. Жылдар зулап өте берсін, қайрылмай. Жастық дәурен оралмаса қайғырмай. Ескі досым, 60 жастық қарсалшы, 230-дың құрметіне ән салшы.
Тілегіңе дән ризамын, жан досым. Қиыстырдың өзің құрдас болғасын. Ойлап тұрсам 60 бізді қинамас. Өйткені ол ал шындығында 3 жердегі 20 жас. Ойлап тұрсам 60 бізді қинамас. Өйткені ол 3 жердегі 20 жас. Серке, қатты ұмытшақ болсаң да, туған күнімді еске алып келгеніңе рахмет. Ал Мұрат, іске кіріс. 1 сағаттан соң осы жерде кездесеміз. 1 сағат? Көп қой. 1 сағат бойы не істейсіңдер? Жарайды. Уақытты белгілейін. Кімнің тез қимылдайтынын көрерміз. Тамаша жігіт қой Мұрат. Келешегі зор суретші. Суретіңіз салып бітті ме? Оны қайдан білесіз? О, мен бәрін білем. Бәрін. Жоқ, досым, бізден қашсаң да құтылмайсың. Қаншама науқасты емдеп жаздың. Филкінді де емдейсің. Бар болсын. Сондайларды мүлде түсінбеймін. Өлтірсең дұқпаймын. Иә, бұларды таныстыру керек екен ғой. Қане, Василий Васильевич? Кел бері. Өкпелеме, ренжіме, өтінемін. Қане, танысыңдар, достасыңдар. Бірге болыңдар. Денсаулығы үшін, доктор. Бұл да біткеміз. Сен маған не қойдың? Не болушы еді? Коньяк. Кірпі. Ұрғашы кірпі. Кірпі. Кәдімгі кірпі. Әй, зиянкес, құрттың ау. Мінекейіңіз, Спиридон Степанович. Сәлематсыз ба, Ксения Павловна? Біз амандастық қой, Спиридон Степанович. Амандастық. Бірақ ойдағыдай емес. Өтінем. Міне, несін айтайын, Ксения Павловна, қуаныштымын, әрі бақыттымын. Оқтың ба, жоқ па? Отырыңыз. Рахмет, Ксения Павловна, уақытында белгі бердіңіз. Маған да жан жылуы, әйел қызуы жетпей жүреді. Жоқ, түсінбедім. Ксения Павловна, жалпы алғанда қарсы емеспін. Мен мұны құптаймын. Тек басын ашып алайын демедім. Махаббат дегенің сондай дүние, байқамай білдіріп алсаң бүтіндеу қиын. Оның үстіне әйелің, балаларың бар дегендей. Не білмеді? Қандай балалар? Тәңірім ай, ол сізге емес еді ғой. Тағы пәле көріндім. Оқтың ба, жоқ па? Мен жымқырған аға лейтенант жолдас. Троллейбуста. Мен емес, адал адамның атымен ант етейін. Қалтама салып жіберген. Қанша жыл троллейбуста жүрсем де қалтама ешкім еш нәрсе салған емес. Милиционерсіз ғой, сізге кім салады? Мені көрген, басында қалпақ, сықиып киінгенмін, сосын пайдаланған. Құжаттарыңызды беріңіз. Аға лейтенант жолдас ұрлап кетті, трамвайда. Сізді күн ұрлап, біреуді күн салып кеткен ғой. Қасақана істеген. Түсінікті. Әзірше диванға жайғасыңыз. Диван бос емес, аға лейтенант жолдас.
Онда сапармен жүрген әлгі хауызға түсіп алтын балық жейтін адам отыр. Ендеше осында отыра тұрсын. Өтінем. Тыңдап отырмын. Иә. Енді бұлай ғой, аға лейтенант жолдас. Бүгін дәрігер Лавров 60 жасқа толады. Соған орай, Кешіріңіз, аға лейтенант жолдас, сорлап қалдым. Осыдан жарты сағат бұрын троллейбуста қолтырауын терісінен жасалған әмиянымды. Сіздікі ме? Менікі, құдай ақы менікі. Фамилияңыз кім? Мен Қазақбаевпын, цирк әртісімін. Көз бояушы сиқыршымын. Оны қалай дәлелдейсіз? Тіптен оңай. Қорқан жоқсыз ба? Қорқпайсыз. Жоқ. Бір бет қағаз беріңізші. Ештеңе жоқ қой. Көрдіңіз бе? Иә, ептілік деп осын айт. ғажап. Отырыңыз. Міне бітті. Дәлелдедім бе, аға лейтенант жолдас? Дәлелдедіңіз, сендірдіңіз. Ішінде не барын тексеріп, алдым деп қол қойыңыз. Қош сау болыңыз. Сау болыңыз, сау болыңыз. Ай, Қазақбаев. Старшина қайда? Ұмытып кетіппін. Демек бұлай, аға лейтенант жолдас. Бүгін дәрігер Лавров 60 жасқа толады. Оның қандай азамат екенін айтып жату артық. Өзіміздің адам. Біраз мекемелер құттықтағалы жатыр екен. Біздің де борышымыз. Біздің борышымыз осы оқиғаға үн қосу жолдастар. Жергілікті комитет не дер екен? Жергілікті комитет қашан да биікте. Мәдениет секторының пікірі қандай? Біздің пікіріміз бе? Айтылса, жасалады. Ал редакция алқасы не айтады? Редакция алқасы неге үндемейсіздер? Құдды мүсіз секілді. Редакция алқасы қолдайды. Мұнда көтереміз. Айтыңызшы, дәрігер, әрбір жұмыста ең басты нәрсе не? Әрине, нәтижесі болса, Жоқ, білмедіңіз. Кез келген жұмыстағы басты нәрсе өз айыбыңды мойындай білу. Бағана сіз кеттіңіз. Мен сосын көп ойланып отырдым да, түсіндім. Қателік жіберіппін. Сізді ренжіттім. Алдағы уақытта ортақ жұмысты достық пейілмен тізе қоса істейік. мен оған қуана қосыламын. Мен де бір азғантай өтінішім бар еді. Қандай? Мынау біздің есебіміз. Міне, көрдіңіз бе? Нені? Басым мынадай күйге ұшырады. Несі бар? Дұрыс болған күн ыстық қой. Жә, ыстық ештеңе емес. Дидарымнан айырылып қалдым ғой. Мынадай баспен Омаров жолдасқа қалай көрінемін? Сондықтан сізден өтініп сұрап тұрмын. Мына есепті сіз апарсаңыз, оның үстіне мәліметтің бәрі сізде емес пе? Өкінішке орай жолдас Филкин, олай ете алмаймын. Неге? Білесіз бе, көгершінім? Мен сіздің есебіңізді мұқият қарап шықтым. Иә,
Siz meni keşiriniz. Оқас жоқ, оқас жоқ. Бұл құжат Филькиннің сауатын сипаттайды. Мен келісем. Анатолий Николаевич, сізге уәде берем, ертеңнен бастап рентгенді қолға аламыз. Сосын басқа да кәкір шүкірлерді. Мен бұл уәдені қаншама рет естідім. Мұның соңы тікенек сыммен не атқарамен бітеді. Сонда қаламайсыз ғой. Екеуміз екі бөлек адам екенбіз. Сізге құшақ жайдым, ал сіз кешіріңіз теріс айналдыңыз. Ал мен Аққу, Шортан һәм Шаян секілді күймені бірге тартармыз деп ойлағанмын. Сіз де кешіріңіз, бірақ мені мұндай одақ қанағаттандырмайды. Кешіріңіз, Ксения Павловна. Анатолий Николаевич, ашуыңызды басыңызшы. Ксения Павловна, мынадай адам бастығым болғанда ұяламын. Мен нашармын ба? Я нашарсыз. Басшылық жұмыс дегеніміз мамандық. Білемін, бірінші рет басқарып тұрған жоқпын. Я, бірақ санаторийдің жайы басқа. Несі басқа? Егер жылқы заводымен салыстырсақ, айырмашылығы үлкен. Тіпті емес, Лавров жолдас. Бұл саланың да сырына қанағармын. Генерал болғысы келмейтін солдат емес деген бар. Сіз куәсіз ғой, Суворовты біледі екен. Демек, бұл Филькин эрудит. Не? Эрундит? Ерундит емес, эрудит. Бетер сұраққа. Эрудит. Тоқтай тұр, Лавров жолдас. Эрудит үшін жауап бересіз. Жақсылап жауап бересіз. Көрерсіз. Тәңірім, ай. Маған айтасыз ба, Бикеш? Жоға. Алло, Мұрат? Не жаңалық бар? Катастрофа. Үшеуіне кірдім, түгел бас тартты. Қысқасы көтеріңкі көңіл күймен құрдымға құлап барамыз. Я. Не? Бибігүл ме? Ол да қайбір жетісіп жүр дейсіз. Сіз орындайтын әннің бәрі де жан жүрегімді тебірентеді. Менің бір жаңа әнім бар еді. Соны айтсам қалай болар екен? Көктем туралы ән бе? Я, Өте жақсы ән. қазір орындап берейін. Рошан, қымбаттым, өтінем. Постучится окно, открой. На солнце взгляни, послушай, как птицы поют весной. Скорей, мой хороший друг, на север взгляни на юг, на наши просторы, синие горы, все золотое вокруг. И пришла весна, и чудес полна. Ты идешь по всем дорогам, от тебя пора. Улыбнется и расцветут
Ғажап, бұл ән қарияның көңілін толқытары сөзсіз. Міне, бұл бүгінгі концерттің екінші нөмірі болады. Мерейтой бүгін бе еді? Иә. Өкінішке қарай, достар, мен бүгін бара алмаймын. Кешке спектаклім бар. Иә? Сәлематсың ба? Жақсы. Жақсы, шын ниетіммен барам. Қашан басталады? Тура 8-де ме? Ал не орындаймыз? Меніңше асауға тұсаудан үзінді. Сол дұрыс секілді. Шекспир күшті сезім. Көптен ойнамадық. Шынымен ұмытқан жоқсың ба? Қане қайталап көрелік. Қайырлы күн, Кэт. Есіміңіз осылай аталады ғой естуімше. Байқаймын, дұрыс естімегенсіз. Барша жұрт мені Катарина деп атайды. Жалған. Сізді жорта киска дейді ғой бәрі. Бірде даңқты кисінка, яда ұрысқақ киска. Әйтеуір киска деп біле. Әлемдегі ең әдемі киска. Сондықтан киска. Мен де сені киска деймін, жарығым. Қайда барсам сұлу деп асыра дәріптегесін. Және момындығыңыз үшін құда түссем деп де оқталдым. Сәтін берсін. Маған қарай сізді бастап келгендер алып кетсін бұл жерден. Бірден ұқтым, сіз әшейін мүліксіз. Не? Қалай сонда, не айтпақсыз? Сіз орындық төрттаған. Онда келде отырмаған. Сіз секілді есекке жүк салғанда жилет. Сен секілді әйелдер көтеруге көнеді. Өзіңізге басқа мәстек іздесеңіз жөнеді. Тәйтәрі, сона бөгілек қатты зыңдап барасың. Сона болып мен шақсам құр ойбайлап қаласың. Қос саусақпен шымшып жұлып тастармын. Тек топастың көзіне титтей жәндік көрінсе. Сол сонаның сүңгісі құйрығында білеміз. Жоқ, тілінде. Кімнің тілінде? Құйрыққа кеп үңілгеннің тілінде. Қош болыңыз. Қалай? Менің тілім сенің құйрық тұсыңда? Жоқ, мен Бекзада баласы. Қазір оны тексереміз. Тағы да ұр. Ант етем, мен де қарап қалмаспын. Кешір, қоңырау соғылып жатыр. Сен сөзіңнен жаңылдың. Онда сіз геріптен де айырыласыз деуің керек. Түсінбей қалдың. Еске біреу қоңырау соғып тұр. Қоңырау, ұқтың ба? Қазір келем. Жоқ, ешқайда кетпе. Сен қалсам сіздің жүйкеңізге тиермін дейсің. Мен айтамын. Өйтпейсің ғой, көңілің менде өткені. Түсінесіз бе, бүгін бізде концерт бар. Бүгін қанша ақша берсеңіз де бара алмаймын. Жоқ, тегін. Онда тіптен. Айтпағым басқа, бүгін мен де тегін орындаймын. Кешіріңіз, мені күтіп қалды. Бір минут, өте маңызды шаруа, түсінесіз бе? Бұл Түсінемін, амал нешіп. Тағы бірде көрісерміз, жолыңыз болсын. Алло. Алло. Қанеке жүрші бұлай, көрейін ақсап қалдың ба? Жоқ, алар мен ақмақ, бұйрық бер анау күңі. Ночь тихонько подошла, в небе звездочки зажгла. Ветерок заснул в степи, речка спит и мостик спит. Только в поле светлячок, голубой фонарь зажег. Он гостей к себе позвал и устроил шумный бал.
менің орындауымдағы бесік жыры тұңғыш рет өз мақсатына жетті. Тыңдаушым ұйықтады. Сүйкімді сәби, ұлыңыз сізден аумайды. Рас па? Қасы, мұрны, ерні сойып қаптап қойғандай. Әкесіне тартқан. Иә, бұған тіпті таңғалып отырмын. Сөйтсе де сіздермен келсе алмайды. Бұл нәресте ол емес. Қыз және менікі емес. Көршім шылым алуға сыртқа шығып кетті де, қызыма қарай түрде өтініп еді. Қандай көмегім керек? Айтыңызшы, бүгін кешке боссыз ба? Бүгін бе? О, жоқ. Бүгін досымның үйінде қонақ боламын. Көрдіңіздер ме? Сыйлық. Спиридон Степанович апат. Апат? Концерттің жайы қиын боп тұр. Қиын болса қамығатын түкте жоқ. Мейлі Филкиндікі дұрыс екенін ұғарсыңдар енді. Әртіс қауымы тегін ән салмайды. Не істеу керек, Спиридон Степанович? Бұлай, басқалар не істесе соны істейміз. Баяндама, жалақы, жиналыс, жылы лебіз сонымен тарасамыз. Бану! Ау, Қазір майлаушы керек алса, жұмысын әбден бітірмейінше жіберме. әйел затымын ғой, тыңдамат деп таяққа жықсам ұят болмай ма? Ұят емес. Егер ішпей сау келсе, үйге кіргізде қамап таста. Өзінің түрі қандай? Тапалтақ қара торы. Кешіріңіз. Достым, сіз жоғарға барасыз ба? Иә, Онда қол ұшын беріңізші. жарайды. Рахмет. Көмектесейін. Онда тұрған не бар екен? Рахмет, тағы төгіңіз. Мен өз міндетімді атқардым. Мынаны ұстаңыз. Сәлематсыз ба? Кешіріңіз, әртістің үйі осы ма? Осы, кіріңіз. Мен сізді күтіп отырмын. Кешіріңіз, үсті басыма қарауға да мұрша жоқ. Айтыңызшы, сіз осы мас емессіз бе? Не? Мас емес, саусыз ба деп сұрап тұрмын. Әрине саумын. Өте жақсы. Көрдіңіз ғой? Ал сіз? Уәдені? Толық орындап бітпей? Осы үйден шықпайсыз. Қандай уәде? Менен сұрайды. Мен әпкем секілді жұмсақ мінезді емеспін. Қиқан сиғаңды көтермең. Естідіңіз бе? Кәне барыңыз. Мені тыңдаңызшы. Сөзді қысқартыңыз. 3 апта тыңдадық. Жетер енді. Түсінсеңізші. Нені түсінейін? Майлаушысыз Мен ба? суретшімін. Ой, шіркін-ай. Майлаушының бәрі өздерін суретші санайды. Барыңыз. Құрал сайманыңыз әне тұр. Жеңді тұрып, кірісе беріңіз. Бір мезет құлақ салыңызшы сөзіме. Мен демалыс үйінен. Демалыс үйіне? Иә. Демалыс не керек? Жұмыс істеңіз, еркін Тыңдаңызшы, суретші. мен концертке байланысты жүредім. Жұмыс толығымен аяқталмаса, бұл жерден аттап баспайсыз. Түсіндіңіз бе? Бұл не қылғаныңыз? Тыңдаңызшы, сөзімді айтайын. Тықылдатпаңыз, айғайламаңыз, одан түк көнбейді. Мен үйде жоқпын. Армысыздар, арулар, Сәлематсыз аққоғыздар. ба тәкен? Я бұлғым, қызыңыз ба? Әже, Сүйкімді әже екен. Кеттік.
Әне, бидің патшайым отыр. Жалын жалпай көнді. Мен әнші қыздарға барайын. Төменірек. Жақсы. Кешіріңіз. Кедергі жасамаңыз. Бос емеспін. Қыздар, қолдарың. Қараңдар, міне. Жақсы. Солай. Дұрыс. Кешірім өтінем. Не мәселе, мұнда қалай кірдіңіз? Кірген себебім? Жамал апа сізге қанша рет айттым. Репетиция кезінде мұнда ешкімді кіргізбеңіз деп. Жүре ғой, қызым, жүр. Жақсы. Боссыңдар, қыздар. Рахмет. Денешан, сахнаға көтеріл. Ол кісі қашан босайды? Сағат 5-терде. Кешке? Кешке концерті бар. Барыңыз, бойжетті.
Ісің кері кетейін десе, түйенің үстінен де ит қабат. Осы уақытқа дейін қайда жүр? Ақылым жетпейді. Сонымен дәл қазіргі жетістігіміз қандай? 50% бірінші қызбен. Қалай? Келу келмеуі екі талай. Бар үміт, Мұратта. Мұратқа қызға қарай. Неге? Өзіңіз ойлаңызшы. Несіне қызығасыз? Кемшілігі бір басына жетерлік жігіт. Қызғаншақ па? Өте қызғаншақ. Оның жарасы жеңіл. Сылтау тауып, сізде қызғаныңыз. Отпен ойнаудың не екенін білсін. Ойда болсын. Қалайық, ең тіреспей тарай беріңіздер. Енді ештеңе болмайды. Үйлеріңізге қайтыңыздар. Жай жүрмей тәртіп бұзамыз. Қабырғамен өрмелейміз, солай ма? Төтенше жағдай. 2 сағат біреудің бөлмесіне қамалып қалдым. Лажым құрып. Бәрі бітті деп те ойладым. Не бітті? Біздің дәрігердің мерейтойын айтам. Сосын ана терезеден шықтым ғой белсен. Қандай мерейтой? Бүгін дәрігер Лавровтың туған күні. Олай ма? Не, сіз оны танисыз ба? Оны кім танымайды? Сондықтан бүгін милиция жасағы арнайы құттықтап бармақшы. Біз ше, біз тоқалдан тудық ба не? Апас-қапаста сұтылып шыққан ғой. Қайта оңай құтылыпты. Не айтып тұрсың? Не, күйеу келіп қалды ма? Қайда күйеу? Ана елдің күйеуі. Не деп тұрсың сен тегі? Жарайды аптық па? Милиционерді сендірдің, өрт сөндірушілерді. Бірақ өз арамызда қалсын. Не болғанын білеміз бе? Сенің бұлай деуге қалай аузың барады? Сен не? Рұқсат па? Мархабат. Бейбігүл, сіз маған сенесіз ғой, я? Мен туралы күмән ойлауға қандай негізің бар? Құдай куә ғой. Негіз табылған кезде бәрі де кеш болады. Одан да не бітіргеніңді айтшы, актриса қайда? Қайдан білейін, мені қамап кетті ғой. Рұқсат етіңіз. Мархабат. Сонда сен ешкімді шақырған жоқсың ба? Ешкімді. Қабая, сізге сонша үміт артып Ал едім. мен сендерге. Демек концерт болмай. Жоқ, концерт болады. Қалай да болады. Кәнекей, кірсейік. Все наши встречи были днями чудес. Я так его любила, но он исчез. Сердце успокойся. Жоқ. Бұл әнді айтпайым. Неге? Мен біздің дәрігерді өте жақсы көрем. Мен жақсы көрмеймін бе сонда? Өтінемін. Все наши встречи были днями чудес. Фелькиннің айтқаны келді. Мерейтой болмайтын шығар. Оның сол жаққа кеткенін анық білесің бе? Тез кел, бәлкім қуып жетерміз. Я кнутом буду гнать моего коня. Попытайся догнать побыстрее меня, потому что боюсь, если я оглянусь, обожжет меня твой взор. Я коня осажу и сама все скажу, что таила до сих пор. Эй! По дороге летит конь мой вороной, мчись быстрее, джигит, не отстань, родной, потому что боюсь, если я оглянусь, обожжет меня твой взор. Я коня осажу и сама все скажу, что таила до сих пор. Поскорее меня должен ты догнать, попроси же коня, дай ему понять. Потому что боюсь, если я оглянусь, обожжет меня твой взор. Я коня осажу и сама все скажу, что таила до сих пор. Тоқта. Бәйгеге ұқсамайды. Қыз қууды емес.
Анжела, таяқты бер. Мінекейіңіз. Жарқыным ау, неден қорқасыз? Аттың еріне теңіз арқанымен таңып тастадық қой тапжылтпай. Тағы бір рет. Тағы бір рет. Дайындалыңдар. Дайындалыңдар. Мотор. Мотор. Я плутом буду гнать моего коня. Тыныш, түсірілім Өзіңіз жүрсің. аяқтап тұрсыз. Хат беруіңіз керек. Болмайды, жолдастар, болмайды. Өтінеміз, болмайды дедім, болмайды. Бұл не қылған шу? Не боп қалды? Сәлемет бәдәгер. Сицилиян Альбертович, ары қарай не істейміз? Дала. Бар даланы дайында. Жарайды. Сіздің атыңыз кім? Бибігүл. Мен сізді көгершінім, лайық көріп тұрмын. Я, сізді де. Мен бе? Сөз тәмам. Маған еріңдер. Жолымыз болды. Рас. Денсаулығың қалай, Сицилиян Наша, Альбертович? мына картина бітсе табытқа жататын шығар. Неге? Жүрек қой. Анжела, бері келші. Келе жатырмын. Көрейік. Я. Бас кейіпкер мына жерден шығады, соңынан қыздар ілесіп жүреді. Серкебаев мына жерде отырып ән шырқайды. Серкебаев қайда? Серкебаев. қайда? Ол жоқ. Ол жоқ? Жоғы қалай? Қайда жүр? Жергілікті комитет жиналысында. Анжела. Бәрі құрыды. Сүрілім тоқтады. Айтпақшы. Достым, тәкен. Отандық кинематографияны жалғыз сен ғана құтқара аласың. Мен ойнай алмайым ғой. Алдауыз ше. Киноға түсуді білмеймін дегенім ғой. Киноға түсуді ешкім де білмейді, бірақ түседі ғой. Еш қобалжыма. Егер нашар боп шықса, қиып тастаймын. Қалай? Солай, қайшымен осы жерде тұр. Оң жаққа көз таста, көз жанарыңды солға қарай бұр. Микрофонмен ән сал. Қандай ән орындайын? Абай әнін. Қандай? Абай әндері. Абай? Костюмдер? Костюм? Ол неге келісім берді? Біз тек хабарлап ары қарай кетуіміз керек. Бөлмеймін. Хатты өз қолына ұстата. Ал сіз көгершінім, үздіктен ынтық көңілмен көз аудармай қарап тұрыңыз. Шіркін жігіттің сұлтаны ғой, Сіз болсам, оған ессіз ғашық боларым ем. Ал мен не істеуім керек? Не істеуге болады? Қызғаныңыз, кектеніңіз, бұрқылдап қыз қайнаңыз. Шынында өте сүйкімді қыз. Жігітте сері. Не қайран бар? Қызғаныңыз. Мұның бәрін ол қайдан біледі? Дайындалыңдар. Ай, Ай, жұлдызды түн, жұлдыздар, түн. түн. Жақсы айтады. Жақсы. Жақсы айтады.
Тоқта. Анжеламаған ер. Көгершінім, бұл не қылғаныңыз, а? Сценарий бойынша көнбей бас тартуға тиіссіз. Ал сіз келісім бердіңіз. Бұл жарасымсыз қалақ. Бәрін қайта бастаймыз. Бәрін қайда бастаймыз. Тәкен қайда? Мұнда шеркелесіп отыратын субъектілер қайда? Субъектілер қайда? Кетіп қалған. Қалай кетті? Сол кетіп қалған. Анжела. Басқаша шешеміз. Кетсе кете берсін. Қодақ, бас кейіпкер, қыз жалғыз шығып, ән салады. Частушки. Сицилиан Альбертович, әйтсе де сценарийді мүлде басқаша ғой. Көгершінім, сценарий осылай өңдеп түзеу үшін жазылмай ма? Бастаймыз. Мынау қай жаққа жөңкілген халық цирк пе? Білмеймін. Жоқ, бұл цирк емес. Бұл кино түсірілім. Мүмкін. Қателесесіз. Бұл цирк. Әбден мүмкін. Кешірім сұраймын. Енді түсіндім. Бұл кино қойылым. Циркті түсіріп жатыр. Ол да мүмкін. Бұл не? Қам жемеңіз. Бұл Василий Васильевич қой. Кім? Василий Васильевич. Фамилиясы кім? Қап, мына әртістердай, дәл осындай безбүйрек деп ойламаппын. Я, Филькин дұрыс айтыпты. Филькин әрдайым дұрыс айтады. Әртістер келісуші ме? Елпете қалмайды біз ұқсап. Ұқтың ба, жоқ па? Әртістер келген бе? Тезірек, Мұрат, тезірек дәрігерге жүгір. Құп болады. Жолдастар, бұл жақта не істеп жүрсіздер? Біздің келу себебіміз белгілі. Ал сіз не қылып жүрсіз? Шынымен дәрігерді құттықтап келдіңіздер Әрине. ме? Қымбаттым, сіз де келгенсіз бе? Көркемдік жетекшінің мұз болып қатқан жүрегін жарты сағат бойы жібітіп, тізерлеп алдында тұрғаным текке кетпеді әйтеуір. Сенің алдыңда ғана өмір бойы тізе бүгуі керек пе? Неткен мейірбан жансыздар. Жа, тым асырамақтай көрмеңіз. Біз әртістер пенделіктен ада таза періште емеспіз. Алайда ақ жүректік жағынан алдымызға жан салмаймыз. Қараңыздаршы, сүйікті дәрігеріміздің қанша досы бар. Мұншама дос тек жақсы адамда ғана болса керек. Ол мейірбан дос қана емес. Нағыз еңбек майталман. Біздің қоғам мұндай адамның бағасын өте жақсы біледі. Ал, жүріңіздер, жолдастар. Мұна мен кінәлімін. Көз жазып қалдым. Оқиға қайта шиеленісіп кетті. Әртістер келді, дәрігер жоқ, шақшадай бас шарадай. Мүмкін ол Бек Мұратовпен бірге отырған шығар. Расында. Тыңдап тұрмын. Я. Менде? Жоқ.
Жоқ, ол ешқайда бармайды. Кіммен сөйлесіп тұрсың? Қалайша? Шұғыл түрде дәрігер керек болып жатыр ма? Бәлі, солай деңіз. Ай. Тосын жағдайдағы. Сіз дұрыс түсінбедіңіз, Сераға. Бізге жедел жәрдем емес, дәрігердің өзі керек. Білмеймін, досым. Өзінің қандай шешім қабылдайтынын. Бәрін айтып жеткізермін. Не дейді? О, Мұрат, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қабағың түсіңкі ғой. Құтымыз қашып тұр. Қонақтар тегіс жиналып, зал толды, ал мерейтой иесінің өзі жоқ. Қызықты қара. Мерейтой иесінсіз мерейтой. Бұларыңыз қалай, Ай, несін сұрайсыз? Сәлеметсіз Омаров жолдас, сәтімен келіп қалыпсыз. Аса қуаныштымын. Мерейтойға келдім. Иә, барымызды салдық, тиісті деңгейде өткіземіз, дүрілдетіп. Мынау құттықтау папкасы. Оқып көресіз бе? Бәрі де дұрыс. Ережеге сай. Солай ойлайсыз ба? Иә, жаймы? Папка бар, адам жоқ. Жоқ қалай. Әне солай? Жоқ. Енді қайттық. Бір адам үшін мерекелік шараны кейінге қалдыра алмаймыз ғой. Осы сіз Филкин жолдас. Келген жеріңізге қайта оралғыңыз келмей ме? Қай жерге? Жылқы зауытына. Келеді. Бір бүйрегім бұрылып ақтырады. Тек түсінбедім. Мен бұл жерде де ат үстіндемін ғой. Меніңше сіздің орныңыз жылқы зауыты секілді. Сіз солай ойлайсыз ба? Иә, ойластырып жатырмыз. Оқтауың ба, жоқ па? Жылдам. Дәрігер, тезірек. Қазір сен мұнда көбірек керексің. Жүр, қара. Көріңіз, жүр. Келгеніңіз мұнша жақсы болар ма? Сізді күні бойы іздедік. Таба алмай қаламыз ба деп қорықтық. Міне. Қымбатты Анатолий Николаевич, шын жүректен құттықтаймын. Қымбатты дәрігер, өзіңіздің мына бір мәтел сөзіңізді ғана айтуға рұқсат етіңіз. Адам жүрегін қуанышқа бөлудің маңызы, оны дертінен айықтырғанмен тепе-тең. Жақсы айттың. Бәрекелді Бибігүл. Ережеге сай. Оқтың ба, жоқ па? Оныңыз енді рас. Шексіз алғыс. Алғыс айтам сіздерге. Рахмет. Рахмет, достым. Достарым менің. Мен. Достарым менің. Мен. Бибігүл. Қымбаттым. Сізге қоятын бір сауалым бар еді. Мұрат, сіз өте жақсы жігітсіз. Бибігүл, қымбаттым. Сізге қоятын бір сауалым бар еді. Асықпаңыз, кейін сөйлесеміз. Мен Тәкен, есен тезірек күтіп қалдық қой. ғафу өтінем. Гвоздь программы. Жалко, что годы проносятся мимо нас, не щадя. Недавно мы были совсем молодыми, но дни спешат. Сталь на висках видна, печальная седина, но
это не страшно, если с тобою весна. Қайтсем екен? Дәстүрге сәйкес, комедияның бас кейіпкері ару қыз. Өзіне күйеу жігіт таңдауы керек. Мен де солай етуге тиіспін. Егер Тәкенді таңдасам, Мұрат ше. Ал егер Мұратты қаласам, ол да маған ұнайды ғой. Сырт көз сыншы емес пе? Достар, қол ұшын беріңіздерші. Менің адресім Алматы. Жарайсыз, Тұрсынова. Осыны өте жақсы ойлап тауыпсыз. Нені? Біздің сүйікті дәрігердің мерейтойы. Жоқ, мен емес. Оны ойлап тапқан Алматы киностудиясының қызметкерлері. Фильмді қазақ тілін аударған Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм акционерлік қоғамы 2014 жыл. Рөлдерді дыбыстағандар: Күнсұлу Шаяхметова, Азамат Қанапия, Ерғали Төлебаев, Лидия Каденова, Қайрат Домбаев, Нүсіпәлі Олан, Дайырбек Дархан. Мәтінін аударған Болат Жетекбай. Дубляждың режиссері Гүлзия Белбаева. Режиссер көмекшісі Айгерім Оңалбек. Монтажын жасаған Хадиша Урмурзина. Директоры Айгерім Жардемова.